Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздер қазақ тілі пәнінен мәтін және оның түрлері деген тақырыптың ең соңғысымен таныс боламыз. Бұл тақырыпты өтпес бұрын сіздерге кешегідей тағы да мәтін түрлерінің нешеу бар, неше түрі бар еді және қандай түрлері бар екенін тағы да есімізге сала кетейік. Мәтіннің түрлері үшке бөлінеді: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Және мәтіннің тағы да стильдері болады дедік. Мәтіннің стилінің екі түрі бар: көркем стилі және ғылыми мәтін, ғылыми стильдегі мәтін. Бұлардың барлығына жеке-жеке тоқталып, мағынасын түсіндірген болатынбыз. Енді соның бекіту тапсырмаларына, келесі тапсырмаларға қарай. Ол үшін біздер балалар оқулықтағы 14-ші қоңырауша, яғни оқулығымыздағы 31-ші беттегі 52-ші жаттығуға қараймыз. Біздің 52-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтіннің бізге әлі тақырыбы белгісіз, тек бізге мәтінді тыңда деп тұр. Яғни тыңда делгесін, тыңдалым тапсырмасы. Қазір мен сіздерге оқып беремін, мұқият тыңдаңыздар. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды, ал екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып, мысықты босаттырды. Сосын бәріне: іштерінде жібі түзу бір бала болсайшы, деп кейеді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Яғни біздер мәтінді тыңдап болдық. Бұл Фариза Оңғарсынованың шығармасынан үзінді екен. Балалар, мәтіннің тақырыбын қою үшін біздер алдымен мәтінде кейіпкерлерге баса назар аударамыз. Біздің мәтінде кейіпкерлер әрине кішкентай балалар және әжей, Әлима әжей, әжейдің аты берілген. Ал балалардың аты берілмеген және олардың іс-әрекеттері туралы болып тұр. Енді сіздерге сұрақ қоймас бұрын мына мәтіннің ішіндегі жұлдызшамен берілген сөзді назар салып қарайық. Киеді дейтін сөздің қасында жұлдызша тұр. Не себепті жұлдызша тұр? Біз оны білеміз баяғыдан. Жұлдызша дегеніміз сол мәтіндегі біз бұрын естімеген сөздік. Ол туралы біздер кітаптың артында мағлұмат алып алсақ болады. Немесе қазір мен сіздерге түсіндіре кетейін. Мысалы, бала киіп қалды деп айтамыз. Мен оны ренжітіп алдым деп айтамыз. Немесе ол маған ренжіп қалды, немесе киіп қалды деп айтуға болады. Сонда бұл жерде киеді деген сөз ренжіді, ашуланды деген мағынада беріліп тұр екен. Ендеше осы мәтінге біздер қандай тақырыптар қойсақ болады? Біздің бірінші сұрақ. Әрине, балалардың қатыгездігі, немесе кейіген әже, ренжіген әже, немесе тағы да әркім өз қоя береді. Балалар мен мысық деген сияқты жеңіл тақырыптарды ала беруге болады екен. Келесі, мәтіндегі жалпы негізгі ойды анықта. Негізгі ой деп отырғанымыз бұл жерде әженің балаларға тәрбие беруі, солай ма? Олардың жасап жатқандығы дұрыс еместігін, оларға ұрсуы, оларға кейуі, ренжуі туралы айтылған. Және балалар нені дұрыс істемеді, олардың әрекетінде сен қандай пікір білдірер едің? Оның жасап отырғаны әрине бірден мәтінді оқығаннан белгілі болды, дұрыс емес. Біздер жансыз зат, жанды зат деп бөлеміз табиғатта. Сол жанды табиғаттың бір бөлшегі жануарлар. Адамдар да бір бөлшегі жануарлар және өсімдіктер. Сол себепті біздер жануарларға ешқандай зиянымызды тигізбеуіміз керек. Оларды керісінше қорғауымыз керек. Жарайсыздар. Келесі енді сіздерге екінші тапсырма, яғни оқулығымыздағы 53-ші жаттығу беріліп тұр тақтада. 53-ші жаттығуда балалар біздер мақалды өте әдемі қылып дәптерімізге көшіріп аламыз. Содан кейін мәтіннің мағынасын түсіндіреміз. Қарайық, бірінші бізде мәтін: әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Екінші мақал: әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен
тал жақсы. Бұл жерде екі мақалдың да жалпы мағынасы не туралы? Әрине, әдептілік туралы. Мінекей, мына жерде мен әдейі сурет беріп қойдым. Бұл жерде әртүрлі кішкене балалардың әдеп көрсету үлгілері. Мәселен, әжеге баланың немересінің су тасып көмектесуі, немесе үлкен апаның сіңілісіне, апасының сіңілісіне деген қамқорлығы, және оның аржындағындағы суретке қарайтын болсақ, кішкене бөпесін бағып анасына көмектесуі. Мінекей, осы сияқты біздерде қазақта әртүрлі әдепке байланысты, отбасыға байланысты, тәрбиеге байланысты мақал-мәтелдер көп берілген. Солардың барлығының мағынасы өте жақсы. Сіздерге енді сынып жұмысы ретінде орындауға мынандай тапсырма ұсынамын. Сіздер өздеріңіз әдептілік туралы тағы қандай мақал-мәтел білесіздер? Оны жалпы азғантай біліп, немесе білмеген жағдайда да біздер үлкендерден көмек сұрап, немесе интернет желілерін пайдалану арқылы әдептілік туралы мақал-мәтелдер іздеп, соны біздер дәптерімізге жазамыз. Дәптерімізді әдемі етіп түсіріп, Окей Эдуске жүктеуді ұмытпаңыздар.